Бір ауыз сөздің құдіреті. Бағиланың жүдеу тұрмыс кешіп жатқанына 20 жыл уақыт болыпты. Қайта соңғы жылдары балалары ер жетіп, ел қатарына қосылған соң кішкене еңсе тіктегендей. Ол кейде өзінің осыншалық қиындықты өткергеніне бір кездегі ашумен айтқан бір ауыз артық сөзінің әсері деп налиды. Кейде өзін жұбатып, егер сол кезде осындай шешім қабылдамағанда, қазір жер басып жүрмес пе едім дегенде ойға қалады. Бағила мектеп бітірген соң бірден ақ бантикті ақ орамалға айырбастады. Әрине өз еркімен емес. Аққұба келген ұзын шашты сүйкімді қызға қуаныштың көзі көптен түсіп жүргенді. Мектеп бітірген күні қармағына ілді. Бағила қуанышты бұрын сырттай таныса да сыр тартып көрмеген. Бастапқыда басып алып қашқан жанға қанша қарсылық білдірсе де, үлкендер сөзінен асып кете алмай, ақыры ырқына көнді. Бір үміті қатал анасында еді. Анам келіп алып кетер деген, бірақ олай болмады. Қайта анасы Байқуатты жерге барды. Өзімнің рулас ініме тиді деп кешірім сұрап барғандарды қуана қарсы алады. Қуаныштың әкесі совхозда қойшы болды. Ауылдан 200 шақырым жерде үлкен төбеден асыл түссең, көз алдыңда ақбоз үлкен үй көрінеді. Маңында мыңғырлаған мал жататын. Осы үйдің күйбең тірлігі жаңа түскен келінге алғашында оңайға соқпағанымен, біртін келе үйренісіп кетті. Оның үстіне қатал енеде қаһарын жиі төгіп қоятын. Таң бозында сиырдың мөңіреген даусынан шошып оянған Бағила аяғын ілбіп басып қораға да жетті. Күз мезгілі болатын. Түнде көзін кеш ілсе де, таңда соққан салқын самал ұйқысын ашып жіберді. Желіні сыздаған сиырлар да ерік берер емес, ышқынып тұр. Бұзауларды бауырына салғанда ғана басылды. Бағила біртіндеп бұзауы еміп, желіні жұмсарған сиырларды сауып жатыр. Дала түгел тыныш, ара кітік үрген иттің ғана үні шығады. Сосын шелекке түскен сүттің дауысы естіліп тұр. 15 сиырды сауып болғанша, күнде ұясынан қылт етіп шыға келді. Қазір асықпаса қайын атасы тұрады. Сүт толы шелектерін кезек-кезек көтерген Бағила қос сарайына қарай жүгірді. Сүтті үлкен шөген қазанға құйды да, астына сексеуілдің ұнтағы мен малдың тезегін салып қайната бастады. Дереу самаурынды шығарып, құдық басынан су тартып әкеліп, әп-сәтте екі иығын бұлғақтатып қайнатып қойды. Әне-міне дегенше үйдің үлкендері оянып тысқа шыға бастады. Ергезек келін ыстық суын дайындап, дастарханын жайнатып, әдетінше жаңа піскен сүттің қаймағына атасына талқан былғап, әзір етіп қойды. Жаңа түскен келін таңертең үйдің үлкендеріне иіліп сәлем салып болған соң, бәрі дастархан басына жайғасты. Өркенің өссін балам, деді атасы келінінің ұсынған кесесін ұстап жатып. Осы жердегі әдемі сыйластық кілт бұзылғандай. Енесі ханымша, тағы да бұзауға әлің келмей емізіп алған жоқсың ба? Сүтті жақсылап сүзіп, астын басып, ұзақтау қайнаттың ба? Мына қаймағыңа қарасам, аз қайнаған сияқты ғой. Жоқ апа, бұл жолы бәрін сіз айтқандай жасадым. Иә, осы сен өзің неге осы келінге араласып, көмектесіп қолғабыс жасамайсың? Аяғы ауыр ғой, сәл жәрдемдессең болатын еді деп, атасы келінінің сөзін жақтай түсті. Осы мен дәл осындай болып жүргенде, біреу маған жәрдемші болып беді. Толғағым жетіп отырып, түйе сауып отырдық. Қайта әлі түйе сауып жатқан жоқ. Сиыр мен бие сауғанға қиналса қайдам деп, енесі ашулы үнмен келініне бақырайтып көз тастады. Бағила үнсіз. Атасы да кемпіріне қазір тағы бір сөз қарсы айтар болса, ұзаққа кететінін түсініп, әй сен де дегеннен артық сөйлеген жоқ. Арада айлар өтті. Қылышын сүйретіп қыс жетті. Бағиланың босанар шағы да таяп қалды. Қыстаудағы үлкен үй 3 бөлмелі болғанымен, мұндағы бір бөлмеде ұсақ малдың төлдері тұратын. Қалған 2 бөлмені қоныс қылды.
Сол жылы қыс қатты болып, қар қалың жауды. Қуанышпен атасы төлдеген малдардың жағдайын жасап алысып жүр. Сол күні демалыс болатын. Түс ауа Бағиланың толғақ ұстады. Бірінші баласы болған соң, ол бастапқыда жүктілік кезіндегі ауырсыну болар деп ешкімге айтпай жүре берді. Үйдегілер тегіс малдың қамымен жүріп, бұған мән беріп жатқан адам жоқ. Ауру үндеткен соң енесіне жайлап ескертті. Тұқымың жайылғыр-ау, қанша уақыт болды ауырғаныңа? 4-5 сағатқа жуықтады. Ертерек неге айтпайсың? Толғағың басталған соң, қазір іңір батып кететін болды. Сені енді ауылға қалай жеткіземіз? Жете алмайсың, өзім туғызып аламын деді. Өзім. Бағила шошып кетті. Бірақ апа, сіз не мен бала туғызу білмейді дейсің бе? Біле білсең, мына сенің күйеуіңді тірі жанның көмегінсіз өзім босанып, өзім кіндігін кескем. Қой жайып келген енем бала құшақтап отырғанымды көріп талып түсе жаздаған. Сенің қасыңда қайта мен бармын. Ештеңеден қорықпа, бәрі жақсы болады деп Бағиланы жұбатты. Осылай Бағила тұңғыш қызы Жанарды үйде босанды. Кейін енесі рациямен қалаға хабарлап, дәрігерлер тікұшақпен келіп, ана мен баланы ауруханаға алып кетті. Балалы болған соң Бағиланың жұмысы тіпті ауырлай түсті. Соңғы жылдары атасынан да қуат кетті. Күйеуі Қуаныш болса, ащы суға әуес болды. Ішіп келіп қол көтеретінді шығарды. Таң атысымен мал сауудан басталатын Бағиланың тірлігі үй шаруасынан бөлек малдарды құдық басында суарып, қой қырқып, оның жүнін түтіп, ешкі тарап, оның қылшығын иіруден қолы бір босамайтын. Қатал ене ханымша да келінді шаруаға епті етіп ширатып алды. 4 күнге жылдап ат ізін салмай кететін. Ол кезде қазіргідей телефон жоқ. Амандығын жолшыбай келіп кеткендерден біліп отыратын. Арада аттай 7 жыл өтті. Бұл кезде Бағиланың 3-ші перзенті Талғат есімді ұлы өмірге келген болатын. Ал үлкені Жанар қаладағы интернатта оқыды. Қызын қатты сағынған Бағила күйбең тірліктен шаршағанын сол кезде аңғарды. Барып келгісі келсе де, енесінен сұрануға батылы бармайтын. Күйеуі де үшеуін тоқтатпады. Бұл кезде атасы бақилық болғанды. Бұрын әкесінен қаймығатын Қуаныш бет бақтырмай білгенін істеп жөніне кетті. Бірде 11 айлық Талғат қатты ауырды. Кішкентай ғана баланың дене қызуы түспей, күркілдеген жөтелі күннен күнге үдей түсті. Болмаған соң атқа шана байлап, баланы орап алып, енесі екеуі жақын маңдағы ауылға бағыт алды. Ақпанның аязы мен үскірік желі мидай далада бет қаратпай тұр. Десе де баласы үшін жан ұшырған ананың бұдан басқа амалы болған жоқ. Итшілеп жүріп ауылға да жетті. Мұндағы дәрігерлер баланың халінің тым мүшкіл екендігін айтты. Кеш келдіңіздер дегенді естігенде Бағила көзден парлап аққан жасына ие бола алмады. Ақыры асқынған дерттен Талғатынан айырылып қалды. Көз алдында тәтті қылық шығарып, өсіп келе жатқан баланың қазасы мен алыстағы перзентіне деген сағыныш Бағиланың ашу-ызасын шығарғандай еді. Ауыр ойлармен алысып, кереуетке қисая түскені сол-ақ еді. Енесі ас үйдегі ыдыстарға жан біткендей тарс-тұрс еткізіп, шаруа шаш етектен, бірақ демалуға уақыт табылады. Иә, мына түрімізбен бүгін ештеңеге үлгермеспіз. Келін, демалып болсаң, бар қорадағы малды жемдеп қайт деді. Жоқ, еш қайда бармаймын. Баратын халім жоқ, шаршап жатырмын. Осы сен не істеп шаршайсың? Енесінің бұл сөзі Бағиланың шамына тиді. Осы кезге дейін бетіне келмей, ләм-мим деп сөз айтпаған келіннің жүрек түкпіріндегі жинақталған мұңы отты сөздермен сыртқа төгілді. Орнынан атып тұрды да бар даусымен: бәрінен шаршап кеттім. Осы үйге келгелі көргенім тек қана мал, соның жайы, үйдің тірлігі. Мен де адам баласымын. Бір балам осы малдың соңында жүріп,
уақытында ем жасамағандықтан өлді. Бір баламды көрмегеніме 5 ай болды. Болды, бәрінен шаршадым. Осы мал құрып тып-типыл болса екен, мен ауылға кетемін. Шыдамның да шегі бар деп егіліп тұрып жылады. Аңтарылып қалған енесі іштей әйел затының қайғысын түсінгендей бұл жолы қаһарын төкпеді. Өмір бақи мал соңында жүрсек те біз өлген жоқпыз. Байың ерсе, ел ішіне көшемін десеңдер, өздерің біліңдер. Бірақ мына мал тұрғанда мен ешқайда бармаймын, деді енесі. Айтқандай-ақ сол жолы қыс қатты болды. Қуаныш малды қараусыз қалдырып, өз әніне басып, ішімдігін ішіп кетті. Әйел затына ие бермеген табиғат сол қыста бұлардың малын түгел қырып тастады. Енді малда ауылға отырғаннан пайда жоғын түсінген енесі ауылға көшіп келді. Бұған Бағила қуанды. Бірақ бұрынғыдай молшылық дәурен бұлардың басынан көшті. Оның орнын жоқшылық пен сүреңсіз өмір алмастырды. Сонда да болса елден қалмай еңбектеніп өмір сүрді. Жылдар өзіне керегін алды, сыйын берді. Бүгінде Бағиланың денсаулығындағы аздаған кінәрат болмаса, ел қатарлы өмір сүріп жатыр. Бір түсінгені, айтылған әрбір сөздің киесі бары. Ол өзі айтқан сол сөздің қабыл болып, өмірінің жоқшылыққа қарай бұрыларын сол кезде білген жоқ. Бірақ өмірден сабақ алған жан сөз қадірін түсінді.